Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, құрметті қазақ халқы, мұсылман қауымы. Мен Бегей Исрафил, рахматуллах, ұлтым қазақ, 2010 жылдан 2017 жылға дейін Жаңаөзен қаласының орталық мешітінде қызметте болдым. Бұл видеоны түсіріп жатқан мақсатым жазықсыздан ұсталып жатқан 4 азаматтың жағдайын ашықтау үшін. Негізінде бұл қастандықтың барлығы мені жаманатты қылу үшін. Қазірде мені экстремизм, терроризм мен елден қуылды дегеннің барлығы жалған. Мен құжатсыз көлік айдағаным үшін елден шығарылдым. Оған дәлел соттың шешімі тағы қаулы. Бұл жағдайдың, бұл қастандықтың барлығына себеп Исмаил Сейітбек, Маңғыстау облысының бұрынғы имамы. Себебі мен Жаңаөзен қаласында қызметте жүргенімде Исмаилдің бірнеше имамдан ақша алған, пара алған естіп, оны өзімнің Ақтаудағы әріптесім Юнусқа айтқам. Юнус оның менің сөздерімнің барлығын Исмаилға жеткізіп, Исмаил содан кейін менің соңыма түсіп бастады. Исмаил мен тағы Ақтау қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2 ауылдасы Қажымұқан тағы Жақсыбек. Олар мені елден шығару үшін кез келген жолды әдісті істеп көрді. Бірінші, менің құжатсыз мешітке жұмыс жасадым деген сылтаумен мені елден шығарғысы келді. Оны мені мешітке шақырып, комитеттер кездесіп мен оларға айтып түсіндірдім. Мені жұмысқа алған өзіңіз, менің құжатым жоқ екенін өзіңіз білдіңіз. Мен күштеп, өзімнің күшіммен мешітке келген жоқпын. Олар бұл шаруаға, бұл жұмысқа өздері ілініп кететінін біліп, бұл жұмысты тоқтатты. Одан кейін сен имамдарға бағынбағансың, сен басшыға бағынбадың, сен имамдарды сыйламадың, сен уағызды қатты айттың, кез келген ойындарды шығарды бұлар. Бұлардың ешқайсы нәтиже бермегесін, соңында экстремизм, терроризм деген ойынды шығарды. Бірақ Аллахның қалауымен бұлардың ешқайсын дәлелдей алған жоқ. Не экстремизм екенім, не терроризм екенім. Соңында мен құжатсыз көлік айдағанымды ұстап, сол мені елден шығарды мен. Сондықтан Исмаил мырза, Қажымұқан мырза, Жақсыбек мырза, бұл ойынды бастап жатқан сіздер елдің шырқын бұзып, елдің тыныштығын бұзып. Менің қай бір сөзім Ханафи мазхабының сай болмаса, қай бір сөзім шариғаттың шеңберінде болмаса, бір экстремизмдік топқа, терроризмдік топқа қатысты болса, оны Ханафи мазхабының сенімді